жаңа той жасап едім, жігітім ойынпаз сыртқа ойнап кетеді, қайсен болады деген қыздар берген тұралды. Мен бұл жігіт жамбағарлығы бар болу керек, Мына өзі арақ кеш, өзі адам сабайтын, өзі кешкен дала безері болатын болса, алыспай-ақ қойыңдар. Шаштерің ағарып, естерің шығып, сол жылап еңіреп, тозып жоғаласың. Алдымен жігіттің мына жамбағарлығы бар, мысалы пұлды әкеп үйге береді, семьяға біраз бүйтіп үңілетіндей еркек болу керек. Үйге үңіле алмайтын болса, ол болды, оны құтқармай-ақ қой, өзіңді сол тұрмыстан құтқарып алсаң да болды. Алдымен еркегіңде жақсы болу керек, ниеті болу керек, семьяға деген жүрегі болу керек, қарайтын семьяға. Екіншіден, ол не үшін телефон соғып, оны аңдып, кешкіден үйге қайт дейсің. Өйткені сен басқа біреумен болып қалама деп сен қатты алаңдайсың. Соған ғана алаңдаймыз ғой. Ойбай, ертең қызметің бар, сен денсаулығың деп енді оны сылтауға айта саламыз, ар жағында баяғы шысу қыламыз ғой, қызғанамыз біреуден. Бұны қайтып қоюымыз керек, өте өзімізді қинамауымыз керек. Мысалы, сен кешкен телефон соға берсең, о да мезі болады, сен де мезі боласың. Сол көңілсіздік бола береді ғой. Сондықтан екіншіден сөйлесуіміз керек. Әрине сөйлесіп жүрміз ғой. Мысалы, сен ішпе, азыр үйтпе, бүйтпе деп айтамыз, бірақ та бұл жерде бір нәрсені көңіл бөлуіміз керек. Сен деген сөзді аз айтуымыз керек. Мен деген сөзді көп айтуымыз керек. Соны тәсілді көбірек істетіндер. Мысалы, сен неге ішесің, сен кеше айттың ғой бармаймын деп, сен не деген жексұрынсың деген сен деген сөзді мен деп көп айтсаң болады. Мен бүгін қатты көңілсіз болып тұрмын, өйткені сен кеше айттың, шықпаймын дегенсің, мінекей бүгін шығып кеттің, мен қатты көңілсіз болып тұрмын, мен жабырқап тұрмын, мен жалғызсырап тұрмын, бір сәттегі гудан болып тұрмын, менің куәншең алатын адам жоқ, мен сен жүрегіңді жоқпын ба деген сияқты сөзді көбірек айтуымыз керек. Әйелдік нәзіктігімізді былай шығаруымыз керек деген сөз ғой. Көгеріп әшені ойбай, ай мына сөзді айта алмаймын, мен деген былай деп көгеріп тұрсаң, онда болмайды. Көгерген сайын ол еркек одан арман көгереді. Ал енді талапыңды айтуың керек, айта алуың керек. Бір ортада бір түзім болу керек қой. Мысалы, сен дараға шығып ойнадың, пәлен сағатта қайтып білесің. Ал енді отыру барысында өздігіңнен шпин жолдайсың, кескін жолдайсың, рәсім жолдайсың ба, үйін жолдайсың ба, оны өздерің ақылдасасыңдар. Егер де орындай алмайтын болса, чыңфа болу керек. Мысалы, ертең саған бір лаңмәні теңші бере алу керек деген сияқты ойын қосу керек оның ішінде. Ал енді шынында еркегің ойынпаз болатын болса, жаным есіңді жи. Ойынпаз еркектің жүрегін үйге қаратам деп болды, жалпимай-ақ қойшы, жалынбай-ақ қойшы. Бір жағынан бүйтіп басқарып, бір жағынан өзіңді түзе, денсаулығыңды түзеп, көптен кітапты көріп, ол сенен айырылып кете алмайтындай өзіңді сондай бір жоғары бір нәрсе болу керек. Мың еркектің өзіңе қаратылатындай қабілетің болса, сенің жаман еркегің қайда барады?